Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Мирас Қалдыхан және бұл Monkey TV арнасы. Бүгін мен сендерге Google компаниясының су жаңа қолжетімді смартфоны Pixel 4 жайлы айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Менің көрермендерім біледі, Google компаниясының өзінің әр жыл сайын смартфон шығаратынын. Ал сіз жаңа көрермен болсаңыз айтайын, Google 2016 жылдан бері әр жыл сайын Pixel атты смартфондарын шығарып келеді. Ол смартфондар өздерінің камерасымен және таза Androidпен танымал. Осыдан 1-2 күн бұрын соңғы моделі Pixel 4 смартфоны болған. Енді Pixel 4a смартфоны шықты. Бұл Pixel 4a смартфонның арзандатылған түрі. Бұл жерде әлсіздеу процессор орнатылған. Және тағы айтатын нәрсе, ол Google Pixel смартфондарын ресми түрде Қазақстанда сатылмайды. Сондықтан оны OLX-тен немесе Америкадан заказ арқылы алуға болады. Егер де осы туралы видео қызықты болса, астыға жазып кетіңіздер, мен түсіретін боламын. Ал енді смартфонның өзіне келейік. 5.81 дюймді OLED экран, разрешениесі 2340x1080p, процессоры Snapdragon 730G, видеокартасы Adreno 618, жедел жады, яғни OZU 6 ГБ, ал негізгі жады 28 ГБ құрайды. Негізгі камерасы артқы жағында 12 мегапиксельді камера, 1.8 диафрагмалы. Алдыңғы жағында 8 мегапиксельді камера, 2 диафрагмалы. Бұл смартфондағы камера Pixel 4, Pixel 3, Pixel 3дағы камералармен бірдей, яғни камераның сенсоры. Батареясы 3140 мА. Судан қорғаныш жоқ, 3.5 мм джек бар. Android 10 қораптан орнатылып беріледі. Салмағына келетін болсақ 147 грамды құрайды. Жеңіл. Pixel өзінің барлық смартфонына шыққан күннен бастап 3 жыл қолдау көрсетілетінін айтады. Сондықтан бұл смартфон Android 11, 12, 13-ке жаңартылатыны анық. Android 14-те де алып қалуы мүмкін. Сырт әлпетіне қарастыратын болсақ, смартфон пластиктен жасалған. Pixel 3a мен салыстырғанда пластигі матовый етіп жасалған. Соның арқасында смартфонмен қолдану жағымды болады. Саусақ ізін сканерлейтін датчик артында орналасқан. Камера мен вспышканы бір бөлек рамкаға салған. Смартфонның ең жақсы жері ол экраны. Бұл жерде өте сапалы OLED экран қондырылған. Оның яркісі 719 нитке жетеді. Ол дегеніміз бұл экран 2020 жылдың ең үздік экрандарының бірі. Өздеріңіз көріп тұрғандай Pixel 4 пен Pixel 4 Shadow'дан және OnePlus Nord смартфоннан қаншама көп яркісінің ниті. Алдыңғы жағында камера сол жақ жоғарыда орналасқан және рамкалары кішірейтілгеннен соң арқасында смартфон өте әдемі және ықшам көрінеді. Snapdragon 730G өзін күнделікті қолданыста жақсы көрсетті. Интерфейсі ешқандай қатуларды байқамайсың. Бұл жерде 6 ГБ жедел жадының арқасында көбірек приложениемен бір мезетте жұмыс істеуге болады. Өзінің жады 128 ГБ болғаны өте жақсы, еш қиналмайсың. Батарейкасы бір күн қолдануға әбден жетеді. 18 ваттық блок питаниемен смартфонды 0-ден 100%-ке дейін 87 минутта зарядтайсың. Сымсыз зарядтау қарастырылмаған. Ең басты артықшылығы ол камерасы. Камера программалық түрде өте қатты жетілген. Ол Pixel 4a сияқты астрофотография түсіре алады және екі экспозициялық режимде түсіре алады. Pixel 4a'дағы фотосуреттер Pixel 4 пен Pixel 4 смарт суреттерінен сәйкес келеді. Рамкалары үлкен түсті және динамикалық диапазонға ие. Сонымен қатар нарықтағы басқа гаджеттерге қарағанда жақсы контрастқа ие. Көптеген басқа смартфондар қараңғы аймақтарды қатты жарықтандырады. Бұл смартфон суретті тегіс етеді. Жаңа өнімде бұндай проблема болмайды. Ол көлеңкелер мен бөлшектерін сақтайды. Google'дың бүкіл смартфоны сияқты Pixel 4a'да портретті режимде түсіре аласың. Ол өте жақсы түсіреді. Алдыңғы камерасы да жақсы түсіреді. Pixel 4a'да түнгі режим бар. Ол Google камераның барлық артықшылықтарын көрсетеді. Жалпы Pixel 4a суреттері бұл классикалық Google смартфондары сияқты, олар кез келген жағдайда керемет көрінеді. Гаджеттің өте кең бұрышты камерасы және телефото объективі жоқ. Бірақ онша емес 4 камера салғанша бір жақсы камера салғаны дұрыс деп ойлаймын. Pixel 4a 4К бейнесін 30 кадр секундта түсіреді. 1080p'ді 60 кадр секундта жылдамдықпен түсіре алады. Бейне жақсы стабилизациямен өте жақсы көрінеді. Pixel 4a'да Android ұсынатын ең жақсы бағдарламалық жасақтама бар. Бұл Pixel Launcher. Бұл операциялық жүйеге арналған қарапайым әрі күшті оболочка. Әрине, тағы қосымша Google'дың жаңа өнімдері тек Pixel'де қолжетімді көптеген ерекше мүмкіндіктер бар. Көптеген қосымшалары искусственный интеллектке негізделген және олар шынымен пайдалы. Басқа құрылғыларда бұның бәрі жетіспейді. Ең бастысы бағасы. Бұл Америкада $350 тұрады. Ал біздің ақшамен шамамен 150-160 мың теңгені құрайды.
Қазақстанға келгенде шамамен 20-200 мың теңге көлемінде сатылатын шығар. Бұл бағаға өте жақсы смартфон. Осындай бағалық диапазонда бірнеше лайықты баламалары бар. Ол iPhone SE, OnePlus Nord және Xiaomi Poco F2 Pro. Бірақ олар қымбатырақ болады. Айта келе Pixel 4 Google-ның ең қолжетімді гаджеті. Бұл қолдануға ыңғайлы гаджет. Жақсы экраны бар және осы бағада диапазонында ең жақсы камералардың бірі бар. Pixel 4-да бұл жағынан бәсекелестер көп емес. Ал енді қорытындылай келе плюстарын айтатын болсақ, күшті экран, жақсы процессор, күшті камералар, таза Android, 3 жыл Google жаңартылып отырады, 3.5 мм джек және бағасы. Минустарына келсек, сымсыз зарядтау жоқ, судан қорғау жоқ, бір ғана артқы камера, бір ғана түс, ол қара. Процессорында жамандауға болатын еді, бірақ осы бағаға ол сәйкес процессор. Ал достар, видео ұнаса лайктарыңызды аямай басыңыздар. Сіздердің ойыңызша бұл смартфон өз бағасына тұрарлық па? Соны комментария жазыңыздар. Достар, сау болыңыздар.